оны анонизм, мастурбация деп те айтады. Себебі оны психологический импотенция дейді. Қызбен кездеседі, екеуі бүкіл ауруды жұқтырып алады. Оларға не айтасыз? Сол инфекцияның барлығыны енді келген жас жігітке жұқтырады. Дұрыс дамып жетілген ер азаматтың жыныс мүшесінің көлемі, стандарт қандай болу керек? Қазақтарда айтатын болсақ, средний ол менің бір таныстарым бар, тоқал алғысы келеді. Тоқал жас болғаннан кейін ода барлық органдар жұмыс істеп тұр. 82-дегі шалдықты тұрады, да? Тұрады, істейді кәдімгідей. Ол өзі айтып тұр. Аптасына хотя бы бір рет болып тұрсын дейді. Көпен Әмірбек, Асанәлі Әшімовтар бала тоғыз деп айтып жатады ғой енді. Болады, мен оған сенемін. Урологтардың арасында простатитпен ауырғандар бар ма? Болатын шығар, но білдірмейді. Бүгін біз еркектің денсаулығы туралы айтамыз. Ал бүгінгі сұхбат беруші маман уролог, андролог Мақсет Рысбаев. Мақсет мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сұхбатымыз жүйелі болу үшін, әрі бірді айтып бірге кетіп қалмас үшін бәрін басынан бастайық. Жалпы ұл бала қанша жаста еркек бола бастайды? Оның алғашқы белгілері қандай? Витамин көп түсіп тұратын, жағдайы жақсы өмір сүретін семьялардың балдары 11 жастан басталады. Стресс болмаса, барлық жағдай жасалған болса. Егер анау 11-12 жастан уже стресске түсетін болса, әртүрлі психологический травма болатын болса, әртүрлі витаминдер жетіспейтін болса, жейтін тамағы регулярно жақсы болмаса, оларды чуть-чуть кешігуі мүмкін. 13-14 жаста жетілуі мүмкін. Соған бір нақты айтатын болсақ, 13,5 жаста, уже 13-13,5 жаста орташа жетіле бастайды. Анау балалық шақтан жігіттік шақ өте бастайды. Көп жағдайда ұйықтап жатқан кезде, таңертең тұрған уақытта бір қоймалжың бөліну, бір қоймалжың сұйықтық бөліне бастайды. Бөлінген болады, ол туралы не айтасыз жалпы? Ол жасөспірім шақта, ол как раз сол 12, 13, 14 жаста басталады. Сонда болу. Жыныстық жетілу басталған кезде ол қандай сұйықтық, ол не дейтін болсақ? Сұйықтық ол сперматозоид қой. Сперматозоид емес ол. Ол емес. Сперматозоид ол тек жыныс қатысқан кезінде, или басқа түрде істеген кезде шығады. Ол ұйықтап жатқан кезінде жыныстық органдары сұйықтық істеп шығарады. Мысалы айтатын болсақ, сперматозоид шығады ғой, еркек кісіде, үлкен кісіде мысалы. Оның тек 3% сперматозоид. Оның 97% простатадан шығатын, везикуладан шығатын, сонда органдан шығатын сұйықтық. Енді сол жасөспірім шаққа қайта оралайық. Қоймалжың сұйықтық түнде бөлінеді деп айтып жатырсыз. Жалпы сол уақыттағы жастардың, жасөспірімдердің көп жағдайда өзін өзі қанағаттандыру процесі жүреді. Енді медициналық ғылыми тілмен айтсақ, оны анонизм, мастурбация деп те айтады. Жалпы бұл қаншалықты зиян, болмаса пайдасы бар ма жасөспірім шақтағы балалардың? Бұл бұны тек зиян жақтан қарау керек. Бұған ауру ретінде, психологический ауытқушылық ретінде қарау керек. Не үшін? Себебі бала 18-17 жасқа дейін жетілмегенше оның жыныстық органды істетуге болмайды. Себебі бала жетілмеген. Тыныш жату керек. Тыныш жатқанда қалай? Ол байындегінде түнде өзі сұйықтық шығады ғой. Ол процестер біз басқара алмаймыз. Ол табиғи жолмен бола береді. Но байындегін анонизммен пайдалану болмайды. Не үшін болмайды? Өзіңіз ойлаңыз. Жыныс жетілгеннен кейін, 18-19 жасқа жетілгеннен кейін, сол кезде жыныс қатысса, сол кезде барлық органдары тура жасайды, тура жұмыс істейді. Керек кезде істейді, керек кезде тоқтайды. Енді қараңыз, ана бала жетіліп жатыр, барлық органдары әлі жетілген жоқ. Сол кезде оны мәжбүри түрде қинап тұрып, оны істетеді. Ми жыныстық қатысу осындай екен деп түсініп қалады. Рефлекс пайда болады. Ми байындегі анонизм үйреніп қалады, нормада ойлап қалады. Ертеге жыныс жетіледі, мысалы. Ертеге табиғи жыныс қатысу келген кезінде ми керекті кезде істемейді, импотенция болады. Себебі ми жыныс қатысқа қатысып көрмеген, но анонизмге қатысып көрген. Анонизмге біледі да, не істеу керектігін, сол кезде тұрады, сол кезде істейді. Қолмен әрекет жасаған кезде істейді да, табиғи әйелмен жақындаған кезде істемей қалады. Себебі оны психологический импотенция дейді. Психологический импотенция дәл осындай ситуацияда келіп шығады. Енді баяғыда ауылда жүрген кезде бір апамыз бізге айқайлап ұрсатын. Тар түрси кимеңдер, тар іш киім кимеңдер, жыныстық органдарың өспей қалады деген сияқты. Ол әңгіме қаншалықты рас? Ол 100% рас. Не үшін? Қараңыз. Біздің барлық органдарымыз денеміздің ішінде жайласқан. Мысалы айтадымыз, бүтін дененің ішінде жайласқан. Тек мәңгілегі жыныстық орган сыртта жайласқан. Біздің денеміз 36,6 температурада нормальный өмір сүреміз.
мысалда бағанағы тестикул, жыныстық орган тестикул, ол 31-32 градуста жақсы жұмыс істейді, норма жұмыс істейді. Егер енді сіз баяғыда айтқанда тар тұрсы киіңіз. Тар тұрсы киген кезінде тырыстырып киіп алатын едік қой баяғыда. Джинсилар бар, сондай тырыстырып, плавкалар киіп алады. Сол кезде баяғыдағы асылып тұрған мүшені, жыныстық органда тестикулда, баяғыдағы плавка баяғыда тар тұрсы денеге жақындатырып, жабыстырып қояды. Біз баяғыда айттық, дененің температурасы 36,6, жұмыртқаның тестикулының температурасы 31-32 градус дедік. Енді баяғыдағы плавканы денеге жақындатырып қойған кезде баяғыдағы 31-32 градус не болады? Денеге 36-ға тиіп тұрған екен, ол да 36 градус болып қызиды. Қызыған кезде жұмыртқаның ішіндегі тестостерон істеп шығару, оның екі жұмысы бар да, спермазоид істеп шығару бұзылады. Қалай бұзылады? Уже олар туыры спермазоид, туыры тестостерон істеп шығармайды. Бұзылған тестостерон, бұзылған спермазоид істеп шығарады. Енді баяғыдағы бұзылған спермазоидтардан бала болмайды. Осы жерде құрметті ата-аналар, сіздерге құлақ қағыс айта кеткіміз келеді. Уролог, андролог, дәрігер айтып жатыр, балаларыңызға тар іш киім кигізбеңіздер. Сіз айтып кеттіңіз, тар іш киім кигізуден алдым, оған дейінгі болған процесс памперс дедіңіз. Осы памперсті айтып кететін болсақ, памперсті ол одан да қатты қыздырады. Памперс кигізіңізіне, тар тұрсы кигізіңізіне екеуі бір. Памперс одан да қатты әсер етеді. Қалай? Себебі ол азанға дейін тұрады. Кешке кигізіп қойды ма, азанға дейін примерно 8-10 сағат тұрады. Оған сиет, мысалда, сиген кезінде бала әр 3 сағатта сиет. Әр 3-4 сағатта сиген кезінде ана памперс іш толып қалады азанға дейін. Енді қараңыз, денеге тиіп тұр, оған сиіп тұр. Баяғыдағы компресс ретінде қыздырады. Одан сайын? Одан сайын қыздырады. Мысалы, дененің температурасы 36,6 болса, оған памперске сиет, еще ол толып қалады да, и денеге компресс ретінде қыздырады. Енді жерде 36 градус емес, енді 37-38 градус ретінде қыздырады. Бұл одан да қауіпті. Енді мынадай сұрақ. Жалпы жыныс мүшесі, половой орган, қай жасқа дейін өседі? Қай уақытта тоқтайды? Жас сұрақ. Бұндай сұрақтармен пациенттер көп келеді. Қараңыз. Жыныстық орган бұл ішінде қан тамырлары толып тұрған орган. Ол неше жасқа дейін өседі дейді ғой? Ол организм өзі қанша жасқа дейін денесі өседі, сол жасқа дейін баяғыдағы жыныстық органда өседі. 18-19 ба? Мысалы айтатын болсақ, жыныс жетілу бастаған кезде ол 2-3 есе тез өсе бастайды. Мысалы айтатын болсақ, 11 жасқа дейін айтатын болсақ, 11 жасқа дейін оның жыныстық мүшесі онша көп өсе бастамайды. Сол жыныс жетілу бастаған кезінде баяғыдағы тестостерон дейтін бар, сол баяғыдағы жыныстық гормондардың әсерінен ол тезірек өсе бастайды. Жыныс жетілу, мысалы айтатын болсақ, баяғыда айтқандай 18-19 жасқа дейін болатын болса, 18-19 жасқа дейін жыныстық орган өседі. Жалпы дұрыс дамып жетілген ер азаматтың жыныс мүшесінің көлемі стандарт қандай болу керек? Енді ол андай ұлтқа байланысты. Европеистерде. Европеистер болса, олардың бойы ұзындығы қанша болатын болса, соған жараса, оларда денесіне жараса болады да, мысалы айтатын болсақ. Например, Азияны айтатын болсақ, например, Қытайды, Южный Кореяны айтатын болсақ, олардың бойы кішкентай болғаннан кейін, кішкентай деп айтып болмайды енді. Бойы төмен болғаннан кейін, сол Еуропаға қарағанда, жыныстық органдары сондай төмен болады да. Не дейді, өзінің денесіне сай келеді. Стандарт айтатын болсақ, қазақтарда айтатын болсақ, средний ол 12,5-13 сантиметр қазақтарда, средний айтатын болсақ. Но мен енді бұл осы стандарт қатып қалған сөз емес. Ол қай жерде туылуына байланысты, өсуіне байланысты, баяғыда жыныстық жетілуінің туры болуына байланысты 14-15-ке дейін болуы мүмкін. Сіздер жалпы жыныстық мүшені ұзартуға бола ма? Жалпы. Мына қараңыз. Жалпы урологияда бар ма? Кей уақытта жарнамада шығады ғой, мына майызды жақсаң, жыныстық мүшең 5-6 сантиметрге ұзарады, кішірейеді деген сияқты. Ол қате. Ондай дәрі жоқ. Енді басқа методтары бар. Қандай методы бар? Мысалы айтатын болсақ, сонда специальный гель бар. Гель. Ол гельді жақпайды. Ол гельді укол салады. Жыныстық органға укол салады. Укол салады. Сол баяғыдағы жыныстық органға укол салған кезінде ол ұзарады. Ұзарғанда баяғыда 3-4 сантиметрге ұзармайды. 1-1,5 сантиметрге ұзаюы мүмкін. Үлкендеуі мүмкін, кеңеюі мүмкін да. Ол гель 1 жылдың ішінде 12-13 айдан кейін ол сорылып кетеді қайтып. Баяғыда гельді, как ботокс ретінде гель салады ғой, ботокс сияқты ғой. Ол ботокс емес, сонда гель ол просто объем береді. Сол баяғыдағы жыныстық органға укол салған кезінде ол үлкендейді, ұзындай, уақытынша. 1 жылдан кейін баяғыдағы гель қайтадан сорылып кетеді. Гель кетіп қалады, сорылып алады. Сорылып жоғалып кетеді. Сондай методтары бар. Бәріне топырақ шашпайын, қазір менің астына комментарийлер жазуы мүмкін. Мен тағы да қайталап айтамын, құрметті көрермендер.
ешкімге топырақ шашпаймын, бірақ көп жағдайда мына ауылдан қалаға келген жігіттер жыныстық сауатсыздықтың кесірінен жаңағы көп бәлеге ұшырап қалып жатады. Қызбен кездеседі, екеуі жаңағыдай дүние болады, содан кейін бүкіл ауруды жұқтырып алады. Оларға не айтасыз? Не істеу керек? Қараңыз, медицинада осы кезге дейін барлық нәрсені алдын алып қойған да. Мүшек қаптар бар, мүшек қаптарда презервативтер бар, лабораториялар бар. Мысалы, қосардан алдын барып анализ тапсырып, асықпай емдеріп алып, одан кейін қосылса болады. Енді ауылдан келген кезде көбісі тур, енді олар мәніндегі гормон есебіне, жастықтың есебіне, оларда ондай ой келмейді. Мысалы, ішіп алуы мүмкін клубтарға барып, ішіп алған кезінде, жас болған кезінде онда ойлар келмейді, олар сақтанбастан пақ етіп қосыла салады, мысалы да, сақтанбай. Сол кезде ол кезге дейін, например, қанша инфекция оған жұқтырып кеткен болса, жыныс партнерінің арасында, сол инфекцияның барлығыны енді келген жас жігітке жұқтырады. Оның организмі мысалы таза. Мысалы, байындегі инфекция, сифилис деген инфекция бар, хламидия, микоплазма, гонорея, өте көп инфекцияның әсерінен, простатиттің әсерінен де импотенция болуы әбден болады. Демек, қызбен жақындасқан кезде әрбір жігіт презерватив қолдану керек. Қарапайым. Иә. Презерватив қолданса да инфекция жұқтырып алу қаупі бар ма негізі? Бар. Мысалы айтатын болсақ, инфекция басқа, вирус басқа. Презерватив тек инфекцияны сақтайды. Но оның жыныстық орган айналасындағы сұйықтық денеге тиеді. Еркісінің денесіне тиеді. Сол байындағы сұйықтық денесіне тиген кезінде, байындағы сұйықтықтың ішінде вирустар 100% денеге жұғады. Түсінікті. Демек, вирусқа қарсы андай жоқ, не дейді, сақтану жоқ та. Түсінікті. Енді бірінші шыны керек, менің өзім дәріханаға барғанда жаңа презерватив сұрауға ұялатынбыз енді. Қазір енді отбасылы болдық дегендей бетімізден бет моншағымыз үзіліп тұратын. Енді жалпы солай демекші, сіздерге урологқа жаңағыдай көрінуге ұялатын жігіттер келе ме? Өте көп. Өте көп. Сондай кездер болады. Әйелдері бізді сұрастырып табады да, нөмірімізді, контакт нөмірлерін. Әйелдер әкеледі. Әйелдер табады да, еркектердің күйлерін өздері алып келеді. Не үшін қазақ жігіттері соншалықты бейғам? Мен бәрі деп айтпаймын тағы да. Бұл информацияның жоқтығынан. Осындай әңгімелердің жоқтығынан. Иә, информацияның жоқтығы. Егер ана кісі өзінің денсаулығы байындегі вирустың әсерінен, байындегі инфекцияның әсерінен, байындегі сигареттің әсерінен, байындегі жыныстық тәрбиенің болмағанның есебінен информацияны білсе, ешқашан ол үйінде отырмайды. Өзінің денсаулығы үшін жүгіріп келеді. Оған байындегі информацияның жоқтығының есебіне, информация жоқ болғаннан кейін ол ештеңеден қорықпайды. Әрекет істемейді, уайымдамайды. Мен денім саудап жүре береді. Енді осы жерде сөзіңіз аузыңызда, еш жер ауырмайтын, тепсе темір үзетін жігіттер бар ғой енді. Олар урологқа бармаса да бола ма негізі? Әлде бір 40-тан кейін тексерілу керек па обязательно? Не дейді? 40 емес. Жыныс жетілдігі мысалы 18-19 жастан кейін байынегі өте мықты кісілер болса да, ішінде органдар бар. Простатит деген органдар бар, қуық деген, почка деген органдар бар, ішінде жыныс органдары бар. Ол ауру бермеуі мүмкін. Сондай аурулар бар, ауру бермейді. Енді үйленеді мысалы, үйленген кезінде келеді, бала болмайды. 1 жыл, 2 жылдан кейін келеді. Уже 1 жыл, 2 жыл уақыт өткізіп келеді. Или болмаса үйленгенге дейін, мысалы 25 жас айтатын болсақ, 25 жасқа дейін. Одан кейін 1-2 жылдан кейін үйленгеннен кейін келеді. 27-28 жасына келеді. Мысалы оған айтатын болсақ, тума аурулар болуы мүмкін. Сөйтіп туылған аурулар болуы мүмкін. Мысалы, әртүрлі аурулардың есебіне 27-28 жасына келген кезде кеш болуы мүмкін. Мен совет берем, жыныс жетілді ме, өзінің сауаты бар ма, дәрігерге бір көріну керек. Бір көрініп қой. Бір көрініп, УЗИ жасап, жақсы ма, иә. УЗИ жасау керек, мазок тапсыру керек, спермограмма тапсыру керек. Сонымен уже өзінің денсаулығы қалай екендігін біліп алса болады. Сізге өтірік маған шынымен 40 жасымда мазок тапсырдым. Бір рет солай демекші, енді ұялмау керек қой негізі. Бару керек, УЗИге түсу керек, мазогы бар. Бірінші орында сперма тапсыру керек. Сперманы тапсырса, сперманың ішіндегі параметрлердің өзгеруіне қарап, дәрігер не істеу керектігін сразу айтады. Мысалы ішінде тірілер азайып кетсе, значит, ол жерде инфекция бар. Мүлдем барлығы өліп қалған болса, значит, ода гормондар өзгерген болуы мүмкін.
может спермазоидтардың ештеңе қалмауы мүмкін, ештеңе жоқ болуы мүмкін. Бұл әңгіменің барлығы сау ұрпақтың өмірге келуіне қандай да бір ықпалын жасау. Қазақ жігіттерінің дені сау болса, өмірге сау ұрпақ келеді. Егер еркектің бойында әйелдік гормон көбейіп кетсе, ағзада, организмде қандай да бір өзгерістер бола ма? Еркектікін тестостерон дейді, әйелдікін эстроген дейді. Әрине өзгеріс болады. Себебі біздің организміміздің өсуімізді, біздің жыныс жетілуіміздің барлығын гормондар басқарады. Мен бағана айтып кеттім, гипофиз деген без бүтін дүниедегі бездерді басқарады. Мына пиво, сыра. Әйелдік гормонды көбейте ме? Енді бұл кезде ешкім, мысалы 10 мың адам, 10 мың еркекті алып, оған барлығына пиво ішкізіп, оның барлығының гормонын тексеріп, өйстіп бір жыл тексермеген. Ешқандай өз кезге дейін ғылыми тәжірибе болмаған. Тәжірибе жоқ. Тәжірибе жоқ болған үшін, енді олар просто бір-екі случайын алады, мысалы, бір-екі случайын алып, әйелдің гормоны көбейіп кеткен кісіні алады, мысалы, оны сұрайды, не істедің, не тамақ жедің, қандай дәрі іштің деген кезде, ол основной пиво көп ішкен болса, ол пивоға соған қосып қоя салады. Но өз кезге дейін 10 мың адам алып, оның барлығына пиво ішкізіп, бір жыл оның гормондарын ешкім тәжірибеден өткізбеген, анық емес. Пиво ішіп отырғандар, пиво сыра ішетіндер уф деген шығар қазір экранның ар жағында отырып. Бірақ мына қарынның шығып кетуі, кеуденің салбырауы, дененің салбырауы, бұл бәрібір әйелдік гормонды 100% әйелдік гормонын көбейтеді. Не үшін? Қараңыз. Мен бағана айттым ғой, жұмыртқалардың температурасы 32-33 градус болу керек дедім. Енді біреулер бар, отыратын жұмыста істейді, офисте жұмыста істейді. Үнемі отырады. Постоянно машинада жүреді, ешқашан жаяу жүрмейді мысалы. Не жұмыс істесе де аз қылмыма істейді. Сол кезде оның қарны есе бастайды. Қарын шыға бастайды. Төбеден. Жұмыртқаның төбесінен қарын баса бастайды. Екі жақтан екі аяғы бастайды. Екі аяғы семіреді. Екі жағынан екі аяғы төбеден қарын басқан екен, бәйіне жұмыртқа не болады? Кішкентай жерде ысып қалып кетеді. Майдың ортасында. Майдың ортасында қызиды. Дене тиіп тұр ғой, төбеден де жанынан да бәрі асты жағынан бар жағында май тиіп тұр. Сол кезде бәйіне жұмыртқа қызи бастайды. Қызи бастаған кезде тестостеронмен істеп шығару азая бастайды. Тестостерон аз істеп шығарған кезде анау дәлже семіреді. Одан да қатты семіріп кетеді. Енді мынадай сұрақ, простатит. Қимылдамай отыратын адамдарда кездеседі ол основном. Қараңыз, простатит ол простата деген орган бар да. Латынша аты простата. Ол жынысты орган. Ол орган ішкерде болғаннан кейін, жынысты орган дененің ішінде болғаннан кейін, оны суықтап қалды ма, суықтап қалмады ма, оны бірден біле алмайсыз. Тамақ сияқты. Тамағыңыз ауырса, тамақ жесеңіз, сразу ауырайды. Ангина сияқты ғой сонда ол, Ол ангина сияқты. Бағанағы жынысты орган простата суықтаған кезде сіз жеңілдерге жиі шыға бастайсыз. Оны бірден білмейсіз. Мысалы біреулер бар, қатты уайымнан, қатты көп су ішіп қойдым дейді да, жеңілдерге жиі шығып жатқанын байқамай қалады. Қараңыз, қуық болатын болса, қуықтың астында простата деген орган бар. Оның түрі, көлемі қандай оның? Біз енді простатаны эфирде көрсетерміз астында. Мен енді средний айтатын болсақ, 20 сантиметр куб. Мысалы айтатын болсақ, средний объем 20 сантиметр куб. Ол орган, простата. Бір өрік сияқты бір орган болады. Өрік сияқты сондай бір орган болады, үлкен емес. Енді қараңыз, ол қуықтың астында жайласқан. Қуықта не болады бізде? Зәр жиналады. Енді зәр жиналған кезде оның ішінде объем үлкен болғаннан кейін оның ауырлығы да болады, оның давлениесі де болады. Қуықтың астында бағана простатада орган болғаннан кейін, бағанағындай қуықтың ішіне жиналған су не істейді? Моча простатаны басады. Суықтап тұрған органға давлениемен басатын болса, ол жеңілдерге тез шығып келеді. Себебі бағанағы суықтаған орган артықша жүкті көтере алмайды. Сөйтіп жеңілдерге жиі шыға беретін адамдан сразу білсеңіз болады, онда простатит барлығын. Енді массаж простаты деген ұғым бар. Ол простатаны жоқ қылып жіберуге көмегін тигізеді ме? Ол бір емдеудің бір түрі. Бір емнің бір түрі. Оның не үшін урологтар көбінесе массаж простата көп эффект береді дейді. Енді қараңыз. Простата ол орган да, қатты бір орган. Сіз дәрі ішесіз, сіз свеча қоясыз, укол аласыз да, мысалы. Ол денеге тарап кетеді. Дене қанға түскеннен кейін бәйіндегі дәрілер бүтін денеге тарап кетеді. Егер простатаны сіз бармақпен, саусақпен массаж істеген кезде простатаның ішінде қан айналу күшейеді. Искусственно күшейтіресіз өзіңіз. Искусственно күшейтірген кезде сіз ішкен дәрілеріңіз, алған свечаларыңыз, алған уколдарыңыз бәйіндегі қан айналып жатқан, қан тез айналып жатқан органға көптеу келеді. Сөйтіп оның емделуі тездеу болады. Тездету. Сол емді тездету үшін, емдің эффектіні асыру үшін сол кезде саусақпен массаж істеген туры деп ойлаймын. Көп еркектер бірақ жасата бермейді. Енді көп еркектер бар, енді бір дінге қатты берілген кісілер бар, олар ол саусақпен тоқішектің арқылы кіріп, тоқішек арқылы кірген кезде сол жерде простатаны тапса болады. Оны тек урологтар табады.
мынау басқа интернеттегі объявление беріп қойғандар бар біреулер, мен простата массаж жасаймын дейді. Ол специалист болмаса, ол бармақпен саусақтың қай жерде тұрғанын біле алмайды. Иә. Тек специалисттер оны біле алады. Енді мынаны айтыңызшы, менің бір таныстарым бар, тоқал алғысы келеді. Иә. Ондай дүние көп қой енді. Жас әйел алған еркек, онымен жыныстық қатынас жасаған сайын еркектің организмі жасара бастайды дейді. Осы қаншалықты рас? Қараңыз. Енді мен дәрігер болғаннан кейін айта берейін мен, қараңыз. Әйел кісілерде климакс деген сөз бар. Климакс. Иә, климакс деген сөз бар. Климакс болған кезінде оның жыныстық органдары істен шығады. Істен шыққан кезде оның жыныстық органдарында керекті сұйықтықтар істеп шығаруға азаяды. Ода месячный болмайды. Месячный болмаса, ода керекті эстроген деген гормон қанда болмайды. Егер сонда әйелмен, климаксқа тура келген әйелмен да, онда 45-те келеді. Ер кісілер 45 жаста енді күшке толған болады, мысалы айтатын болсақ. Барлық жақтан, психологиялық жақтан, социальный жақтан, материалдық жақтан, барлық жақтан. Енді бәйіндегі 45-тегі әйел болса, климакс болған кезде онымен қосылатын болса, мысалы, оның жыныстық органы ауыртады ана әйел кісіге. Ол наоборот оған ауру береді. Ол наоборот оған удовольствие берудің орнына наоборот оған ауру береді. Әйелге. Сол кезде бәйіндегі әйел кісіге половой партнері қиналған кезде, жыныстық қатысу толық болмаған кезде бәйіндегі еркек кісіге де минус болады. Или болмаса бәйіндегі климакс бастаған әйелде жыныстық қатысуға қызықтық болмайды, қызығыс болмайды. Ләззат алмайды. И оған қызық та емес. Бәйіндегі еркек кісіге оның организмі 70-80-ге дейін істейді. Тестостерон деген гормон адам өлгенге дейін істеп шығарады. Еркек кісілерде. Әйел кісілерде климаксқа дейін істеп шығарады, климаксқа кейін тоқтап қалады. Сол кезде бәйіндегі еркек кісі бәйіндегі климакс бастаған әйелмен қосылатын болса, ода наоборот қиын болады. Жыныстық қатысқан өзі ойлағандай болмайды. Наоборот оған аурулы болады. Содан кейін тоқал алғысы келеді. Енді тоқал жас болғаннан кейін, ода барлық органдар жұмыс істеп тұр, барлық гормондар жетерлі болғаннан кейін, оған не дейді? Жақындаса бәйіндегідей сіз айтқандай өзгеріс басқаша болады. Иә, психологиялық жағынан, өзін қанағаттандыруы, өзіне риза болуы. Иә, өзіне еркек кісі не дейді? Еркек ретінде сезіне бастайды. Өзіне уверенный сезінеді. Сенімді болады. Иә. Енді баяғыда ата-бабаларымыз 60-бай, 70-бай, 80-бай, 90-бай дейді. Осы қаншалықты рас негізі? Рас. Өтірік емес па осы? Өтірік емес. Себебі менде бір кісі болды. Қазір ол кісі үлкен болған шығар, 85-те, маған 3 жыл алдын келді, 82-де. Оның 82-дегі кісі, оның репродуктивный органы жақсы жұмыс істеп тұр. Ол маған айтып тұр, аптасында бір рет болсын істеп тұрсын дейді, жыныстық органы. Профилактика ретінде маған келіп тексерілді. Мен оған керекті дәрілерді жазып бердім, керекті профилактика ретінде. 82-дегі шалдықты тұрады, да? Тұрады, істейді кәдімгідей. Ол өзі айтып тұр. Аптасына хотя бы бір рет болып тұрсын дейді. Енді ол деген сөз, ол организм өзін сақтауға байланысты. Енді көп еркектер ондай емес қой. Мысалы айтатын болсақ, 50-60-тан кейін көп еркектер семіріп кетеді. Семіріп кеткен кезде уже толық айтсаңыз болады, уверенно айтсаңыз болады, ол кісілерде жыныстық қатыс айына бір рет болса болды, болмаса болмайды. Қанша қарны үлкен болса, қанша салмағы үлкен болса, оның жыныстық орган істеуі сонша төмен болады. Ну да, енді бір жағынан неудобство. Бір жақтан неудобство, екінші жақта бәйінде қарнының үлкендігінің себебінен ода жоқ болып кетуі мүмкін, қарнының ішіне кіріп кетуі де мүмкін. Понятно. 82-дегі атамыз мінекей осындай дүние жасап жатыр. 70 жаста бала туғызуға бола ма? Болады. Әрине болады. Көпен Әмірбек, Асанәлі Әшімовтар бала туғыз деп айтып жатады ғой енді. Болады, мен оған сенемін. Себебі организмге байланысты. Егер ол уақытында дәрігер көрініп, бәйінде простатит болмай, бәйінде гормондарын, тестостерон гормондарының уровенін сақтап тұрса, дұрыс тамақтанса, спортпен айналса, таза ауада көп жүрсе, бәйінде вредный привычка дейді ғой, сигарет шегу аз болса, алкоголь ішу аз болса, оның организмі жыныстық органдан істеуі толық болады, нормада болады. Біреу машинадан көтін көтермейді, негізі жүретіндер бар, еркектер жоқ емес енді, рас енді. Енді мынадай сұрақ. Сіз урологсыз, андрологсыз. Урологқа барып көріне ме? Қараңыз, жақсы уролог, өзіне ауруға шалдырудың алдын алады. Урологтардың арасында простатитпен ауырғандар бар ма? Болатын шығар, но білдірмейді. Мысалы айтатын болсақ, бір пословица бар да, урологтардың бір сөзі бар. Почкідегі не дейді, тасты шығаруына мача шығармайды дейді. Дәрігердің әрекет шығарады дейді да. Мысалы, орыстар көп айтады оны. Мысалы, почкада тас бар. Оны шығару дейді. Почкадегі тасты шығару дейді. Оны мача шығармайды дейді. Оның дәрігердің істеген емі шығарады да, мысалы. Дәл сондай, ана еркек кісілер, мысалы, урологтар, ешқашан урологқа бармайды. Егер почкасында тас болса, или онкология болса, сондай болмаған тағдырда баруы мүмкін. Простатитпен, инфекциямен ешқашан бармайды. Себебі олар білет оны алдын қалай алу керектігін.
инфекцияны қалай алу керектігін алдын алу керек, простатитті алдын қалай алу керектігін енді оқыды бәрін ғой. біледі. Сонша жыл оқығаннан кейін уже олар соны мышление істейді. Біз например көшеде кетіп жатқан адам қарап, біз оның қандай костюм киіп алған, қандай шалбар киіп алған, қандай телефоны барды оны қарамаймыз. Біз оны сыртта кетіп жатқан кісіге қарап, оның жүруіне қараймыз, оның шашына қараймыз, оның денесінің цветіне қараймыз. Ода ауру бар ма жоқ па сонысына қараймыз да. Дәл сондай урологтар да өзіне дәл солай қарайды. Неге менде онда өзгеріс болып жатыр деп уже алдын алады да олар. Енді соңғы сұрақ. Еркектің денсаулығы мықты болу үшін уролог, андролог ретінде қандай 3 кеңес айтар едіңіз? Камераға қарап тұрып айтсаңыз да болады. Бірінші орында айтатын болсақ, салмақты тура ұстау керек. Салмақты бірінші орында тура ұстау керек. Екінші орында вредный привычка дейді ғой. Темекі, арақ, темекі, наша, радиация дейді. Жезөкшелерге бару деген сияқты. Соны тура сақтау керек. Алдын алу керек. Үшінші орында дегендей профилактика ретінде керекті андайлар бар, не дейді? Спорттар бар, керекті тамақтар бар, керекті витаминдер бар. БАДы. Керекті дәрігерлер бар. Соларға уақытында көрініп тұру керек. Бірінші орында салмақты сақтау керек. Екінші орында вредный привычка істеу керек. Вредный привычканы тоқтату керек бәрін. Или алдын алу керек. Үшінші орында дегенде витаминдер бар. Профилактика. Профилактика дәрігер көрініп тұрса, еркек кісі ешқашан дегендей бір 45-тен кейін импотенция болмайды. Ол 80 бай, 90 байлар сол кезде кеп шығады. Енді қазаққа бұл тақырып төңірегінде әңгіме айту сәл ыңғайсыздау болып көрінуі мүмкін кейбір адамдарға енді. Бірақ қазір 21 ғасыр бұл жердегі негізгі әңгіме, негізгі басты мақсат қазақ жігіттерінің денсаулығы мықты болуы. Әрине. Солай емес пе? Солай тура айтасыз. Егер әке-шешесі аталасы да, папасы, мысалы айтады, үйдің бастығы дейтіміз ғой, айтатын болсақ, ер кісі өзінің баласына тура түсіндірсе, ол да өзінің баласына тура түсіндіреді. Сөйтіп бұл не дейді, цепная реакция бұзылмайды. Сөйтіп жыныс тәрбие қосылып кете береді. Бізде жыныс тәрбиені көп адам ютубтан көреді, ютубтан үйренеді. Көшеден үйренеді. Сырттан үйренеді, көршілерден үйренеді, басқа көшеден жай жүрген бір сауаты жоқ бір адамнан үйренеді. Сауатсыз адамнан. Сауатсыз адам үйренеді. Егер оны сол жыныс тәрбиені әкесі баласына үйретсе, баласы баласына үйретсе, дені сау баланың туылуы 100% гарантия болады. Егер көшеден әртүрлі адамдар, сауаты жоқ адамнан, өзі ауырып жүрген адамнан сұрайтын болса, естетін болса, оның баласы да ауру болады, өзі де ауру болады. Еркектің денсаулығы мықты болсын, ұрпағымыз мықты болсын деп біз осымен сұхбатты аяқтаймыз. Бүгін сұхбат берген уролог, андролог Мақсат Рысбаев. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Көп рахмет. Опа. Микрофон ала салайық.